Облыстық мәслихаттың әр депутаты өңірде жоспарланған жобалардың іске асуын қадағалайды. Бүгін Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасында көрсетілген бағыттардың жол картасы талқыланды. 5 жылда өңірде 10 ірі жоба жүзеге асады. Фракция отырысындағы ұсыныстар мен жұмыс жайын Гүлнара Жолжанова баяндайды. Нұротандықтар қабылдаған жол картасында осы уақытқа дейін халықты алаңдатқан мәселелері түгел қамтылды, деді партияның облыстық филиал төрағасының бірінші орынбасары Ербол Данағұлов. Еске салсақ, праймеризбен қатар үгіт-насихат жұмыстарын өткізген партия мүшелері өңірдің шалғай ауылдарына табан тіреп, тұрғындардың 11 мыңнан астам ұсыныс тілегін тыңдап, қаперге алып қайтқан еді. Енді халық пен билікті байланыстыратын көпір ретінде көтерілген мәселелердің жерде қалмауын қадағалайтын болады депутаттар. Ақтөбе қаласындағы көше орындарында, яғни қоғамдық жерлерге 500 шақты камера қосымшама орнату жағынан жоспарлап жатыр. Яғни және де аудандық жағынан санайтын болсақ, айтатын болсақ, Хромтау қаласында ардагерлер ұйымын салуға, туризм дамыту жағынан да өте көптеген жоспарлар, проектілер ұсынып жатыр. Соны бізге өзіміз қадағалап, қарап, бұның жұмысын жасауын өзіміздің қолымызға, әрбір депутатқа белгілі жоспармен белгілеп қойылып жатыр. Алдағы 5 жылда облыста тау-кен металлургия комбинаты, цемент өндіру, қауіпті мұнай қалдықтарын қайта өңдеу, керамогранит шығаратын зауыт, Қарғалы ауданында 48 мегавольт болатын жел электр станциясының екінші кезеңі, Мәртөк ауданында тауарлы сүт фермасы, Ақтөбе қаласында мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған спорт кешені салынады. Өңірдің экологиялық мәселесін жақсарту бірінші кезекте тұр. Сейчас будем работать над тем, чтобы біз тұрғындармен түсіндірме жұмыстарын жуық арада бастаймыз. Олар тұрмыстық қоқыстарды үйінен бірден сұрыптап шығаруы қажет. Жергілікті әкімшілік қала мен аудан ауылдарды 1400-ден астам қоқыс контейнерімен қамтиды. 9 полигон орны анықталды. Сонымен қатар жыл сайын 1 миллионнан астам ағаш отырғызылады. Осы жұмыстардың нәтижелі болуын біз қадағалап, халыққа жеткізіп отыратын боламыз. Фракция отырысы соңында облыс әкімі, партияның облыстық филиал төрағасы Оңдасын Оразалин халық алдында ашық болып, депутаттарды бір-бірін қолдауға шақырды. Сіздер елмен тығыз байланыста жүретін азаматтарсыңдар, өздерің елдің жағдайын жақсы білесіңдерді, оны жеткізу, проблемаларды шешу жолдарын ұсыныс беру, тікелей қазіргі өздерінің жауапкершіліктеріңізде. Ашық түрде любой мәселені талқылап отырмыз. Келешекте де дәл сондай жағдай болуға тиісті. Себебі бұл жерде айтып отырмыз, лауазым қарамастан бәріміздің біріншіден партия мүшесіміз, екіншіден сіздер депутаттардың құқыларының бәрінде тең, бірдей. Гүлнара Жолжанова, Аманжол Айтмағамбетов, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.